Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді өріктен варенье жасайтын боламыз. Шамамен 10 жылдан бері осы рецептті пайдаланамын. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен өрікті таңдаған кезде барынша тәтті, іші толықтай піскен өрікті таңдаңыздар. Менде самарқандский сорт деп аталатын өрік. Оларды жақсылап пышағымызбен екі айырып алатын боламыз. Пышақпен айырған ыңғайлы, өйткені басқа заттармен айырсаңыздар біркелкі болмауы мүмкін, сондықтан осылай жасаңыздар. Және де өріктің көбіне бешкек, іске түрлері бар, оларды пайдаланбаңыздар. Барынша осы самарқандский деген түрін пайдалануға кеңес беремін. Бірінші табақты жақсылап шамамен 2-3 келі өрікті осылай ажатып болған соң арасына шекерін саламыз. Шекер 1 килограмм өрікке 500 грамм қатынасында жүреді. Менде шамамен 10 келі бұл жерде таза салмақтағы өрік. Сондықтан мен 5 келі шекер қосатын боламын. Тағы да екінші айналымда осылай бетіне осы өріктерімізді ажатып шығатын боламыз. Және де бұл жерде бөлініп жатқан шаңғалақтарды да, яғни дәнектерін тастауға асықпаңыздар. Оны да қазір варенье жасау барысында қосатын боламыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Мінекей, толықтай барлығын ажатып болдым. Қалған шекерімді де қосамын. Барлығын. Сізде тәтті өрік болатын болса, осылай 1 келіге 500 грамм. Ал егерде өрігіңіз ащы болатын болса, онан да көбірек етіп қосатын боласыздар. Неге жақсылап араластырамыз, және де бетін жабып, шамамен 6-7 сағатқа қоямыз. Немесе кешкісін жасасаңыз, бір түнге қойсаңыздар, керемет болады. Мінекей, менде 5-6 сағат өтті. Таңертеңгісін жасап, кешкі уақытта қайнатып жатырмын. Яғни осылай сөлі бөлініп, шекері еріп, дайын тұр. Енді бұны оттың астына қоюымызға болады. Оттың астына қойған кезде де толықтай қайнатамыз. Бастапқы уақытта астын қатты қойып қайнатсаңыздар болады. Мінекей қайнап бастады. Сол қайнап бастаған сәтінен 20-25 минут толықтай қайнатамыз. Беткі бөлігіне бөлінген көпіршіктерден қорықпаңыздар. Оны алу міндетті емес. 20 минуттан соң толықтай суытамыз, астын өшіреміз, және де толықтай суу қажет. Мінекей 5-6 сағат өтті. Енді тағы да вареньемізді газге қойып қайнататын боламыз. Яғни қайнаған кезде бастапқы уақытта толықтай қайнайды, онан соң 20 минут газге қоямыз. Енді банкамызды дайындаймыз. Жуып тазаланған банкамызға ыстық суымызды құямыз, қайнап тұрған, және де қақпағымызды да осылай ыстық суға салып қоятын боламыз. Бұл жерде мен осы вареньеге ыңғайлы болу үшін 1 литр, 1,5 литр, жарты литр көлеміндегі банкаларды қолданамын. Қатты аса үлкен банкаларды қолдануды қажет етпейді. Осылай беттерін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей, вареньем қайнап жатыр, 20 минут қайнайды. Мінекей, дәндерін ажатып алдым. Енді оны да ішіне саламыз. Бұл өте керемет болып шығады. Қыстың күні негізі вареньені және де осы затын бірден жеп қояды біздің үйде. Дәндерін жақсылап қайнатып, 20 минут яғни қайнататын боламыз. Мінекей, дайын. Енді банкаларымызды яғни 10 минутқа қойдық. Оның суын төгіп тастай береміз. Онан соң осы массамызды, яғни вареньелерімізді банкамызға құйып шығатын боламыз. Осылай вареньелерімізді құйып алатын боламыз. Толықтай бетін жауып тұру қажет.
Онан соң басқа банкамызды да осылай жасаймыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Ыстықтай болу керек, және де вареньеміз салқындап қалмау қажет. Осылай барлығын жасап алатын боламыз. Мінекей, енді осы жабатын құрылғымызбен жақсылап айналдыра отырып жабып аламыз. Менде 10 литр өріктен 10 литр көлеміндегі өрік варенье шықты. Енді бұл әртүрлі сіздердің өріктеріңіздің сортына және де шекеріңіздің көлеміне байланысты да болуы мүмкін. Мінекей, күшті болып тұр. Ешқандай езілмей, өте әдемі болып. Бұны енді бір күн, яғни осылай жылы жерге орап қалдыратын боламыз. Онан соң барып, жаңа қоймаларыңызға сақтай берсеңіздер болады. Мінекей, вареньеміз толықтай дайын, жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Маратова Индира.